Сәлеметсіңдер ме балалар? Сәлеметсіздер, ұстаз! Балалар, бүгін бізде ерекше оқу әрекеті. Біз бүгін екі оқу әрекетін қосып өтеміз. Дене шынықтыру және көркем әдебиет. Оқу әрекетін бастамас бұрын біз бірінші бір қызықты ойын ойнап жіберейік. Ал ол ойынның атауы не жасырылған деп аталады. Қазір мына жерге ортаға жасылдар бірінші топ және ақ киімді екінші топтың балдарынан екі баладан мына жерге менің қасыма келе қойыңдар. Ханшайым, Айша, Әбілхан, Аделина. Ойынды бірінші топтан бастайық. Ханшайым келе қой. Кез келген мына киіз үйдің біреуін таңдап, өзіңе тартып, астына қандай сурет бейнеленген бізге айтып бере қой. Мына ұлттық ойында асық ату. Асық ату ойыны. Керемет. Бұл біздің ұлттық ойын асық ату екен. Келесі. Мінекей балалар, жаңағы ойынның нәтижесі бойынша әрқайсысы киіз үйдің астына жасырылған суреттерді ашып аттадыңдар. Ол суреттердің барлығында біздің қазақтың ұлттық ойындар бейнеленген екен, иә? Біздің де бүгінгі тақырыбымыз ұлттық ойындар деп аталады. Ал енді біз келесі кезекте бойымызды бір серпіп алу үшін қара жорға биін билеп жіберейік. Бәле жігіттер! Қыздар, келіңдер, жігіттер, мен қажырға дейін. Ой, бәле! Ой, жарай жігіттер қаны! Балалар, біздің келесі ойынымыз ойын қалай аталады деп аталады. Ол ойынның шарты берілген, ойлардың ішінен кез келген өздерің таңдап, ол ойын қалай аталатынын айтып, тақтаға ілесіңдер. Ойынның шарты түсінікті ме? Олай болса әр топтан екі оқушыдан шығамыз. Ал олай болса ойынымызды бастайық. Бірінші болып қарақат келе қой. Таңдай қой бір оюды. Ал. Үш құлақ. Жарайсың, ол ойының аты үш құлақ. Микс тұмсық. Ол ойын қалай аталады? Микс тұмсық. Тамаша. Балалар, біздің келесі ойынымыз арқан тарту. Енді мен 1, 2, 3 деп команда берген ойынды бастаймын. 1, 2, 3. Тарт, жасылдар. Команда тарт. Балалар, біздің келесі ойынымыз құндылықтар тақтасы деп аталады. Мына әр астың астында біздің қазақтың ұлттық құндылықтарының суреті жасалған. Қазір мына кубикті алып, ойыншы бүйтіп лақтырады да, қай түсі түсті, мысалы қызыл түсі түссе, қызыл астықты алады да, астына қандай сурет жасалған, сол суретті атап береді. Ойынның шарты түсінікті ме? Басаң бірінші Әбілхан сен бастай қой. Ал, қызыл астықты таңдаймыз. Ал, қызыл асықтың астында жасырылған сурет домбыра. Ою екен. Қандай мына ою қалай аталады? Төрт құлақ. Төрт құлақ деп аталады. Керемет. Аделина. Ал, таңдай ғой Аделина. Ал, Аделина сенің асығының астында. Киіз үйдің жабдығы қоржын, иә?
Ал балалар, біз бағана бері көптеген ұлттық ойындар ойнадық, иә? Ұлттық ойындардың атауын атадық. Енді біз бүгінгі сабағымызды қорытындылап, осы бүкіл сабақ бойынша ойнаған ойындарымызды атап жіберейік. Қандай ұлттың қандай? Қазақтың қандай ұлттық ойын ойнады? Асық ату ойыны. Асық ату, қандай? Арқан тартыс. Арқан тартыс ойыны, Алты бақан. алты бақан ойынын білеміз. Қол күрес. Қол күрес ойыны, Бес асық. бес асық ойыны, қыз қуу ойыны. Керемет. Осылардың барлығы біздің қазақ халқының ұлттық ойындары екен. Осы ойындарды біз үнемі ойнап жүрсек, денеміз ширақ, деніміз сау, ауырмай жақсы азамат болып өсеміз. Ал балалар, бүгінгі сабақ осымен аяқталды. Мен сендерге қазір бүгінгі оқу әрекетінің жақсы аяқталғанын білдіріп, сендерге құрметімді, рахметімді айта отырып, бір асықтан сыйға тартамын. Осымен бүгінгі іс-әрекетіміз аяқталды. Сендерге көп рахмет. Сау болыңдар. Сау